Саламатсыздар ма, құрметті ұстаздар. Қазір біз сіздермен Zoom бағдарламасын компьютер немесе ноутбукқа орнатып көреміз, және барынша барлық настройкалармен қалай жұмыс істеуге болатыны, және Boomland сайттарын қалай Zoom'да онлайн түрде көрсетуге болады. Сол туралы толығымен көрсетіп кетуге тырысамын. Ең бірінші, компьютермен болсын, ноутбукпен отырсаңыздар, Zoom бағдарламасын жүктеп алу үшін кез келген браузерді ашамыз. Мысалға менде Google'ды аштым, және Google'ға ағылшынша Zoom деп жазам. Тек қана Zoom деп 4 әріп жаздым. Енді бізді қарасаңыздар zoom.us дейді. Бұл американский сайт. Міне осы нақты официальный сайт. Бұл жерден download деген батырманы көрем. Соны басам. Бұл жерде, бұл терезеде загрузить батырма шықты. Загрузить дейм. Байқасаңыздар, міне астында 10.8 мегабайт, яғни көлемі жағынан аз бағдарламалардың бірі. Ондай бағдарлама үшін бұл өте тиімді десек болады. Орнатылды. Ашамыз. Zoom орнатыла бастады. Менде орнатылды міне. Енді бізде екі батырма шықты. Біз бұл жерде White V деген батырманы басамыз. Және мұнда өзіміздің электронды адресімізді енгізуіміз керек. Яғни, бірінші біз Zoom-ға тіркеліп, электронды адрес арқылы, немесе біз Google аккаунт, немесе Facebook аккаунт арқылы тіркелсек те болады. Мен қазір сіздерге mail.ru арқылы қалай тіркелетінін көрем. Ол үшін зарегистрироваться бесплатно деген батырманы басамыз. Осы батырманы басқан кезде бізді бірден регистрация бетіне түсіреді. Мен бұл жерде өзімнің email адресімді жазам. Себебі осы emailға қазір маған форма регистрация келеді. Регистрацияны бастым. Мы отправили электронное письмо по адресу atrusmail@mail.ru. Дауысын естігендеріңізде уже сообщение келді міне. Жаңадан Zoom деген басам. Енді екі батырма тұрады. Оның біреу активировать учетный запись, екеуі бір қызметті атқарады. Кез келген активировать учетный записьті басам батырманы. Енді бізге бұл жерде добро пожаловать Zoom. Біз осы жерге өзіміздің аты жөнімізді нақты және бұл жерге сіздер өздеріңіздің жаңа латын немесе кириллицамен жаза берсеңіздер болады. Және пароліміз жазамыз. Бұл парольмен жаңағы пароліңізді ұмытқамауларыңыз керек сіздер. Бір жерге сақтап қойсаңыздар болады. Мен парольді 2 рет енгіздім. Пароль 8 әріптен көп болу керек. Бір бас әріп және бір кіші әріптен тұру керек. Және бір-бірін қайталау керек. Болғаннан кейін продолжить батырмасын басамыз. Егер мына бетке түссек, яғни біздің аккаунтымыз дұрыс тіркелді деген сөз. Оны тексеріп көреміз, жабамыз. Электронды адресімізді жазамыз. Жаңа ғана терген паролімізді осы жерге енгіземіз. White дейміз. Мен дұрыс тіркеліппін. Енді біздің алдарымыздан қарап отырсаңыздар, 4 батырма шықты. Мына жерде. Мұнда біздің запланировать ететін барлық конференцияларымыздың тізімі болады. Мынау жерде чат, бұл жерде біздің файл, уведомление и сол сияқты біздің сөйлесе алуымызға болады, как WhatsApp ретінде. Конференцияларымыз и контактыларымыз бізден бірге тіркеліп, осы жерге контакт жазып қойса болады. Әзірше бізге бұлар қажет емес. Біз главное кіреміз. Бірінші батырма новая конференциядан бастап көрейік. Новая конференция бұл жаңа конференцияны создавать етеміз. Біз идентификаторымызды оқушыларға жібереміз. Оқушылар сол идентификаторды теру арқылы конференцияға кіреді. Бізге қосылады және біз сабағымызды беріп бастаймыз. Екіншісі White дейді. Бұл жерде біз біреудің сабағына кіру үшін қажет. Біз White дейміз, идентификаторын жазамыз, White деп кіреміз. Келесі запланировать. Бұл жерде алдын ала белгіленіп қоюға болады. Мысалы, запланировать басам,
конференция мысалға тема 5-ші А сынып информатика десем болады мысалға. Мына жерде жаңағы уақыт, например, менің сабағым 11:15 десек болады. Продолжительность 30 минут, енді барынша жазады автоматически емес. Мен идентификатор персональный конференция деймін. Осыны қоямын. Бұны қарасаңыздар, мына батырманы басқан кезде бізде мұнда пароль сұрап тұрады. Оқушылар кірген кезде сіздердің пароль сұрайды. Ал мен ондайды каждый раз оқушыларға идентификатор, пароль жеке-жеке бермес үшін идентификатор персональный конференцияды басамын. Мысалға, организатор изображение қосып қойсаңыз болады, өшіріп қойсаңыз. Участниктардың кірген кезде жаңағы камерасын қосып бірден немесе өшіріп қойсаңыз болады. Телефонды мен звуки телефон деген басамыз. Мұнда календар, другие календры деген басамын да запланировать етемін. Так, біз мұнда мысалға бір нәрсені ұмытып кеттік. Енді міне бізде түсті конференция. Жалғастырамыз, бірақ мына нет сегодня дейді. Енді жаңа конференцияға кірсек, міне 5-ші А сынып информатика, идентификатор конференция осындай апрельдің 3-ші күні дейді. Егер де мен мысалға, енді апрельдің 3-ші сабақ болмағандықтан, мысалға мен бұл жерде апрельдің 3-ші емес, мысалға менің сабағым апрельдің 7-сі, сәуір айының 7-сі деймін. Енді балаларға мына идентификаторды копировать етіп, немесе фотоға түсіріп, WhatsApp-пен, тағы да былай сообщениемен, ауызша айтып, сынып жетекшілеріне беріп қоямын. Оқушылар сол күні 11:15-те кіреді. Бұл жерде бір жақсы, мына жерде көрсетіп тұрады, қанша уақыт қалған, қанша сол күні, мысалы 27 минут қалды, 1 сағат қалды деп көрсетіп тұрады. Демонстрация экраны бұл қазір новый конференцияның ішінде көрсетіп кетемін деп ойлаймын. Барлық осы 3 кнопканы түсінсек, енді бізге не істеу керек? Новый конференция. Бұған баспас бұрын, нәбір жерде байқасаңыздар, кішкентай 3 бұрыш төмен қарап тұр. Осыны басамыз. Мен осы жерде начать видео деген батырманы алып тастаймын, өйткені видеоны бірінші қоспай қойын. Негізі сіздер қосып қойсаңыздар да болады. Использует мой идентификатор персональный конференции дейді. Яғни мен өзімнің идентификатор конференциямды қойсам, бұл жерде жаңағы пароль, логин деген нәрселерді сұрамайды. Осы екеуін басып алам. Содан кейін барып начать конференцию деймін. Енді қараймыз. Міне мен камерам қосылып тұр. Камерамыз тексеріп аламыз. Используем звука компьютера. Осыны мына жерге птичка қойсаңыздар да болады. Автоматический вход аудиоконференцию с компьютера при входе конференции деген жерге птичканы белгілеп кетсеңіз болады. Келесі жолы сұрамайды. Нажмите, если хотите переключиться на другой микрофон или динамик. Міне менің звугым істеп тұр, видеом істеп тұр. Егер де бізде видео істемесе, ол былай осылай болып көрініп тұрады. Аудио істемесе, осылай жабылып тұрады. Дұрыс болса, осылай істеп тұрады. Енді біз сабақ беретін жерге түстік, камерамыз істеп тұр. Енді пригласить дейді. Міне пригласить деген жерде мына жоғары жағында 501 188 34 48 деген менің жеке идентификатор номерім. Мен осыны оқушыларға беруім керек. Оқушылар осы арқылы кіреді. Управлять участниками. Бұл жерде сіз барлық оқушыларға оқушыларды бағыттай аласыз. Мысалға, мына жерде сізде барлығына бірдей дауыс, выключить звук для всех деді. Бірден барлығын дауысын өшіріп қойсаңыз болады, қосып қойсаңыз болады. Мысалға басқан кезде разрешить участникам включать свой звук дейді. Яғни олар сіз өшіріп қойсаңыз да олар қосып алуына болады. Негізі алып тастау керек та. Бұл жерден птичканы алып тастау керек. Алып тастаймыз. Сол кезде олар өз еркімен қоса алмайды. Сіз мысалға кімді қосқыңыз келеді, соған включить дейсіз. Включить звук для всех, барлығына дауыс қосылды. Енді бұл жерден кімнің сөйлеп отырғанын, мына біреу микрофонды қарап тұрсаңыздар, қозғалып тұр мен сөйлеген сайын. Яғни бұл кім сөйлеп отыр, соныкі осылай қозғалып тұрады. Егер мұнда микрофонның үсті сызылып тұратын болса, ол микрофонмен сөйлеп отырған жоқ деген, микрофоны қосылмай тұр. Камерасы өшіпсе, камерасы өшіп тұр дегенді білуге болады. Келесі чат.
демонстрация экранын ең соңында көрсетіп кетейін. Чат. Чатта біз қарапайым кез келген мессенджер сияқты жаза аламыз. Мысалы, оқушыларға сәлем деп. Бұл жерде де өзіндік настройкалар бар. Мысалға, все деп тұрады. Мына жерде чатты өшіріп тастауға болады. 3 батырманы басу арқылы никто деп. Немесе только организатор, яғни сіз ғана жазатындай, қалғандары оқып отырады, бірақ жауап қайтара алмайды. Мында все открыто қойсаңыз болады, ол жерде аты жөнін, и все открыто конфиденциально деп қойсаңыз да болады. Негізі осылай все открыто деп қойған дұрыс, өйткені кімнің жазып отырғанын, и сізге сабақ беріп отқан кезде бірден сұрақтар туындаса, сол жерге жазып отырады. Ал сіз сол уақытта зуыңызды барлық баладан өшіріп қоясыз да, өзіңіз сөйлеп біткеннен кейін жаза бересіз. Неге олай деген сұраққа мен айтатын едім. Көп оқушы, мысалға 10-20 оқушы бірдей микрофон қосып, арт жағындағы дыбыстарды естіген кезде бір-бірін сізді де бір-бірінде естімей кетеді. Сол кезде керек оқушының үстінен, микрофон үстінен включить деп бассаңыз, мысалға осы оқушының үстінен барасыз, включить звук деп қоссаңыз болады. Келесі запись батырмасы. Бұл жерде запись батырмасында осы сабағыңызды басталған кезде записьті басып қойсаңыз, бірден бұл автоматты түрде жазыла бастайды. Запись автоматты түрде жазыла бастайды да. Біткеннен кейін ол видеоны сіз WhatsApp-пен, почтамен, YouTube-қа салып қойсаңыз да болады. Және соны балаларға жіберсеңіз болады. Ол осы жерде істелініп жатқан жұмыстың барлығы запись экраны жазылып жатады. Келесі бұл реакция, яғни қол шапалақтау. Бұны енді балалар айтып болғаннан кейін сіз осында не жасай аласыз. Енді келесі демонстрация экраны. Демонстрация экранында демонстрация можно одновременно только один участник жасауға болады, немесе одновременно несколько участников. Расширенный параметр деген бар. Мысалға мен осы расширенный дегенді басып қайттан только организатор деп бірден жасап қою керек. Себебі әр оқушы өзінің экран демонстрация болса, ол мысалы сіз камераға сөйлеп жатқан кезде бала демонстрация экранын байқаусызда қосып қоюы мүмкін. Ол былайша айтқанда кедергі келтіреді. Сол үшін осылай только организатор деп жасап қойсаңыз болады. Келесі демонстрация экраны. Өзінің үстінен басқан кезде бізде экрана, доска сообщений деп и астында браузерлар, бізде ашылып тұрған программалар көрсетіліп тұрады. Бұл не екен? Толығырақ айтайық. Экран дегенді басып, совместное использование, совместный звук компьютера, оптимизация для полного экрана просмотра деп басақ. Мысалға барлық компьютеріміздің үстінде барлығы көрініп тұрады. Осы компьютердің бетінде не жасап жатамыз, соның барлығы оқушыларға көрініп тұрады. Мысалға мен оқушыларға Паскальды ашып, экраннан бірден сөйлеп отырып, осылай жасай берсем болады. Жазып, мысалға бірден жазып қарап отырсам, оқушыларға осы менің экраным көрініп тұрады. Осы жерден басқа да кез келген программа, кез келген нәрселерді көрсетсеңіз болады. Блокнотты ашып деген сияқты. Бұл запись экранаға арналған. Келесі пункт бұл доска сообщений. Бұл былайша айтқанда біздің тақтамыз, кабинетте тұратын тақтамыз сияқты. Бұл жерде мысалға жазуға болады, сызуға деген сияқты, мысалға меткалар қоюға болады деген сияқты. Әр түрлі, мысалы рисовать-та, былай белгілеп қойсаңыз болады. Әр түрлі, мысалы, мынау былай деп көрсетіп отырсаңыз болады. Мынау былай, мына ерің, мына жер, бірінші мынаны жасаймыз, екінші мынаны жасаймыз, үшінші мынаны деп сол сияқты жасауға болады. Әр түрлі формалар келтіруге болады. Егер де мысалға бір бала байқаусызда басқандай жазса, сіз очистить мой рисунок, очистить все рисунки, очистить рисунок наблюдателей деп басып отырсаңыз болады. Ал сіздің өзіңіздікі жазып отқандарыңыз сақталып тұрады. Үш түрлі қызмет атқарады. Болғаннан кейін мысалы сохранить етсеңіз болады, өшіріп остановить демонстрацию деп шығып кетсеңіз де болады. Келесі пункт, мысалға мен жаңа алдын ала ашып дайындап қойдым. Ол менің PowerPoint презентация дейді, біреулер слайд дейді. Осыны алдын ала ашып дайындап қойдым. Бүгінгі сабағым ол мына жерден шығып тұр.
совместное использование басып көрсете берсем болады. Осы жерден мысалға слайдымды осылай қарапайым түрде бірден таныстырып отырсам болады. Бұл жерде бұл екеуінің мына экраннан да тура солай көрсетуге болады. Мына отдельно да көрсетуге болады. Не айырмашылығы бар деген сияқты. Егер де біз экранды бассақ, біз арнайы вкладкаларды жауып, содан кейін барып ашамыз. Ал демонстрация экранынан басып, мысалы презентацияны таңдап басатын болсақ, ол бірден көрсетеді да, бірден шығарып тұрады. Келесі мысалға бізде браузер ашып тұр екен, браузерді аша, совместное использование. Мен бұл жерде жаңағы Bloomlet'тен бір сабақты ашып қойдым, мысалға бірден Bloomlet'ті ашып, түсіндіру деп отырып көрсетсем болады. Өзіңізге сол біздің қоршаған әлем туралы мәліметтер. Осылай Bloomlet'тағы жаттығуларды, мәтіндерді осыдан көрсетіп кетсеңіз болады. Мысалға, осы ссылканы алып, мына жерден копировать етеміз. Мына жерден үстінен басамыз, копировайтты басамыз, және зумымызды басамыз да, мына видите здесь сообщение деген жерге вставить етеміз. Отправить етеміз. Яғни балалар осы Bloomlet'ті бірден басу арқылы, байқағандарыңыздай, соған түседі, осы бетке түседі. Мысалы, жаттығулар жасайды. Мен әзірше осысын ғана түсіндірейін. Болашақта Bloomlet'тің өзінде менің кабинетімнің ішінде қалай сыныптарды қосу керек екенін барлығын толығырақ түсіндіріп кетемін. Ол келесі видеодан көрсеңіздер болады. Енді мына жерде осылай Bloomlet'ті пайдалануға болады. Мысалға, бірден күнделік кезетті де көрсетіп отырсаңыздар болады, ол зум арқылы. Мысалға, демонстрация экраны. Негізі сабақты бастамас бұрын барлық слайдтарыңызды, көрсететін материалдарыңызды, видеоларыңыз болсын, браузердан көрсететін болсаңыздар, оларды жеке-жеке ашып дайындап қойған жөн. Өйткені кейбір жерлерде, мысалға, сол кезде сіз шатаспайсыз, бірінің артынан бірі тұрады. Мысалға, менде күнделік кезетті көрсететін болсын, міне ашық тұр. Презентацияны көрсететін болсам, ол міне тұр. Camtasia Studio деген программаны көрсететін болсам, ол міне ашық тұр деген сияқты. Алдын ала ашып, дайындап қойған, ол дұрыс негізі. Солай алгоритм бойынша солай жасап қойсаңыз, сабағыңыз тез әрі тиімді, мысалға, бірден көрсете бересіз. Күнделік кезет, кез келген бұл демонстрация экранаға жатады барлығы. Осы жерде демонстрация экранын осылай көрсетсеңіз болады. Бұл базовый версиясында. Расширенный версиясында, мысалға, сіз часть экрана бір шетін ғана көрсетесіз. Мысалға, мына біреу жасылды кез келген жерге қойсаңыз болады. Мысалы, тек қана мына жерде болса, осы жасылдың ішіндегі дүние ғана көрсетіледі. Көрсетіліп тұрады. Келесі расширенный, только звук компьютера, материал второй камера. Мұнда, мысалға, 2-3 камера қойсаңыз болады. Келесі дүние, бұл жерде былайша айтқанда облакалардан бір материалдар көрсетсе болады. Мысалға, мен Google Drive дейді. Google дискімді ашам, осылай. Осы жерден Google дисктағы кез келген бір затымды алып көрсетсем болады. Оны контент деген бастым. Авторизоваться, вход в аккаунт. Мысалы, өзімнің разрешить деп тіркелеміз. Яғни менің Google дискімдағы барлық материалдар көрініп тұр. Осылай көрсетсе болады. Келесі дүние бұл Box деген бар, OneDrive деген бар, Microsoft компаниясының Dropbox деген бар. Бұл да өзіңіз жеке облакалар дейді, былайша айтқанда. Осылай көрсетсеңіздер болады, сабақты осылай беріп боласыздар. Ең соңында сабақ біткеннен кейін мұнда запись дегенді өшіресіздер, жаңа басталғанда қоссаңыздар, аяғында өшіресіздер. X батырмасын басып, выйти конференцию для всех деп басып шығып кетсеңіздер, конференция полностью жабылады. Егер де сіз выйти из конференции деп қана бассаңыз, ішіндегі адамдар отыра береді.
ал сіз ғана шығасыз. Сондықтан завершить конференцию для всех дегенді басамыз. Жабылды. Жабылғаннан кейін бізде convert meeting recording деген кетті. И біздің міне жаңа 2 рет басқан видеоларымыз осы жерден шығып тұрады. Оны жаңа балаларға жіберсеңіздер болады. Осы 2 файл, мысалы, сіздер егер сабақтың басында басып, аяғында бір рет бассаңыздар, сіздерде бір-ақ файл шығып тұрады. Ол мысалға қай жерде сақталады десек. Этот компьютер, документы, Zoom, и міне бізде бүгінгі дата бойынша 20-сы, 2020 жыл 03-29-ы. Оның мысалы мен 26-сы күні 4-5 сабақ өткізіппін, олдар сақталған. 27 күні бір сабақ өткізіппін, 28 күні бір сабақ өткізіппін, 29 күні бір сабақ өткізіппін. Бұның барлығы сақталып тұрады. Жалпы осылай жұмыс істейсіздер. Мына жерде настройка деген пункт бар. Бұл енді жаңағы звуктарыңыз істелмей жатса, камераларыңыз істелмей жатса, мысалы 2 түрлі камера бар. Менде 2 камераны таңдап кезек-кезек компьютерға қосылған, мысалы 2 камераны таңдасаңыз болады. Егер звуктарыңыз істемесе, міне звуктарыңыз бар. Осы жерде микрофонды таңдасаңыздар болады. Менде 2 микрофон бар. Соны қайсысы проверить етсеңіздер болады. Динамикті тексерсеңіздер болады. Демонстрация экранын қалай жасауға болады. Виртуальный фон деген бар бұл жерде. Мысалға байқасаңыздар, міне арт жағындағы заттар көрінбейді. Тек қана виртуальный фон, әртүрлі фонға қойсаңыздар болады. Бұл да бір жақсы. Мысалға үйде отырған кезде арт жағыңыздағы сізден басқа жеке заттарды көрсетпейсіз осылай виртуальный фонға. Сочетение клавиш деген бар. Бұл горячий клавиші дейді кейбіреулер. Әртүрлі батырмалар арқылы мысалы бірден қосып ауыстырып отыруыңызға болады. Енді бұлар әзірше егер бұндай нәрселермен жұмыс жасап көрмесеңіздер қажет емес деп ойлаймын. Сол себепті егер толықтай кішкене білем, жөндей алам десеңіздер ғана қолданғандарыңыз жөн. Ал основной жаңа түсіндіргенім осы бетке кетеді. Назарларыңызға рахмет. Сіздерге сәттілік